Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Өте қолжетімді заттармен таңғы асқа панкейк әзірлейміз. Менің рецептімен дайындауға кеңес берем, себебі осындай үлпілдек болып шығады. Ең алдымен бізге қажетті затымыз 250 грамм сүтімізді, 80 грамм қантымыз, 20 грамм сұйық майымыз, 2 жұмыртқаның ағысы мен сарысы бөлінгені және 250 грамм ұнымыз қажет. Бір шай қасық разрыхитель, яғни қамыр қопсытқыш қажет. Ең алдымен 2 жұмыртқамыздың ақ-уызын алып, ыдысымызға салып, осылай миксермен аппақ көбік болғанша араластырамыз. Мінеки жұмыртқамыз тығыз әрі аппақ көбік болғанша осылай араластырып аламыз. Ендігі кезекте 2 жұмыртқамыздың сарысын салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Үстіне қантымызды, сұйық майымызды, сүтімізді қосып, аппақ көбік болғанша жақсылап бір араластырып аласыздар. Осылай аппақ көбік болған кезде үстіне ұнымызды және 1 шай қасық разрыхителімізді, қамыр қопсытқышымызды, яғни қосып миксермен араластырамыз. Жаңа жасаған аппақ ақ-уыз көбігімізді осылай бір келкі қып, астынан үстіне қарай араластыра отырып, екеуін бір-біріне қосамыз. Осылай араластырып жатқанда миксермен немесе темір қасықпен араластырмаңыздар, себебі ақ-уызымыз басылып қалуы мүмкін. Осындай жеңіл күрекшемен немесе ағаш қасықпен араластырғандарыңыз жөн. Мінеки біздің үлпілдек қамырларымыз дайын болды. Жай отта табамызды қыздырып, үстінен құйып пісіре бастаймыз. Құрғақ табамызға осылай құйып шығамыз. Ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Аралары көтеріліп, сондай қалың болып шығады. Өте тойымды, әрі дәмді болып. Өзіме осы рецептпен жасаған ұнайды. Сіздерге жасап көріңіздер. Өте керемет болып, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Панкейкті таңғы асқа қаймақпен, түрлі жемісті тосаптармен, немесе сгущенкамен, осындай тәтті шоколадтармен ұсынсаңыз керемет болады. Менің видеомды тамашалағандарыңызға рахмет. Өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, лүпіл басыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісіп отырам. Сау болыңыздар.